Қазақ халқының алтын ғасыры билердің әділдігімен және заңдылықтың салтанат құруымен басталды. Екі жақты бір ауыз сөзбен тоқтамға келтіріп, сөз асылын ұғындыра білген қазақтың билері ертеден-ақ билікке көп ықпал етті. Дала заңының ережелері әлі күнге дейін ауыл елдің арасында қолданыста жүр. Күрделі сот реформаларының аясында қолданысқа енген медиация заңы тәуелсіз жас мемлекетіміздің құқықтық дамуына ықпал етіп, билерден қалған дала заңының дәстүрін жалғап отыр. Медиация арқылы азаматтық құқықтық, оның ішінде кәсіпкерлік және экономикалық қызметтер, еңбек пен отбасылық даулар шешіледі. Медиацияның артықшылықтары: медиация процедурасы сотпен салыстырғанда аз уақыт алады, құпиялылық сақталады, келісім тез орындалады, іс заңға сәйкес қысқартылады, жауапкер талапкермен татуласқан жағдайда жазаға тартылмайды. Сотқа түскен даулар азайып, судья жүктемесі төмендейді. Жер мен еңбек дауы, көрші мен ағайын арасындағы кикілжің, қарызбен келтірілген залалды өндіру сот процесінде айлап қаралады. Ал медиацияда қағазбастылық пен төрешілдікке уақыттың созылуына жол берілмейді. Азаматтық іс сотта қаралып жатса, сонымен бір мезгілде келісімшарт бойынша өзара бітімге келіп үлгерген екі жақтың ортақ ұйғарымы сотқа жолданған жағдайда іс қысқартылады. Тараптарға осы дау бойынша екінші рет сотқа жүгінуге болмайтыны туралы алдын ала ескертіледі. Егер келісімнің талап бөлігі көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда сот атқару парағын шығарады. Жаңа жобалардың нәтижесінде бүгінде көптеген азаматтық істер медиация арқылы шешіліп, талай отбасы шаңырағын, ағайындар арасындағы татулығын, кәсіпкерлер кәсібінің нәсібін сақтап қалуда. Бүгінде республика соттары медиация институтын өркендету және ел арасында кеңінен насихаттау жұмыстарын толассыз жүргізуде. Сот пен әкімдік ғимараттарында, мәдениет үйлерінде медиация кабинеттері ашылуда. Жоғарғы соттың бастамасымен биыл татуластыру орталығы сотқа дейін сотта бағдарламасы іске қосылды. Яғни татуластыру екі түрлі жолмен жүзеге асырылады. Сот төрелігін жетілдірудің басым бағыттарының бірін іске асыру, татуласу рәсімдерін кеңінен насихаттау мақсатында Маңғыстау облыстық сотының ұйымдастыруымен бірнеше рет қоғам қайраткерлерімен, ел ақсақалдарымен, кездесулермен форум өткізілді. Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік университетінде татуластыру рәсімдері бойынша оқу орталығы ашылып, судьялар, оқытушылар мен студенттерге дәрістер оқуда. Маңғыстау облыстық соты мен облыстық әкімдік өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойып, өңірде билер кеңесі құрылуда. Билер кеңесінің қатарына беделді, іскер, көзі қарақты ауыл ақсақалдары, қоғам қайраткерлері мен медиаторлар енгізілуде. Олар дауларды бітіммен шешіп, ел ішінде татулықты сақтауға сепші болмақ. Сонымен бірге, биыл республика соттарында медиация заңымен соттағы татуластыру рәсімдері атты пилоттық жоба іске қосылды. Жоба аясында Ақтау қаласының нөмірі 2 сотында арнайы кабинет ашылып, істерді медиациямен қарайтын судья-медиатор бекітілді. Сотқа түскен талап арыздар судья-медиаторға беріліп, 5 күн ішінде тараптар соттағы татуластыру рәсімдерін жүргізу үшін сотқа шақыртылады. Судья-медиатор даудың себептерін анықтап, екі тарапқа тиімді болатындай шешім ұсынады. Медиация дауласқандарды бітіспес жауға айналдырмай, бітімгершілікке шақыратын, ғасырлардан бері қазақ даласында қалыптасқан дәстүрмен үндесіп, қайта жаңғырған жаңа жүйе.